Қағаз дейміз, қағаз. Жоқ, қағаз берсең, қазір шығып баратқанда тағы сұрасаңыз десеймін. Сіз мына 150 теңгеңізді алыңыз да, мені өйтіп түсірмей ақ қойыңыз сіз. Сізді құрт жібереді анау білесіз ба? Сізді құрт жібереді анау білесіз ба? Түсіріп атқаныңыз анау құрт жібермесін. Кім ол? Мынау үйдің егесі ма? Өзіңіз ойын ойнап отырсыз да қазір. Міне 150 теңге. Мен қағаз жоқ бізде квитанция бермеймін. Бермей ма сіздерде квитанция? Біз 150 теңге ақшаны қайтадан сұрағанымыз жоқ сіздің. Сіздермен таласуға тұрған жоқ мына жерде. Енді ана құрты жіберетін адам айтсаңызшы. Қанша жылдық стоянка. Сіздің онда хақыңыз жоқ. Мына үйдің егесі мен құрт жібереді деп жатыр сол енді. Артыңызға түспей ақ қойсын құрбасқа. Мен артыма түссе не болады? Мен маған фискальный чек керек. Бізге квитанция берілген емес. Жүріңіз үйге апарамын. Жоқ, мен ол бір жеке үйге неге кіремін? Осы үйдің, осы бастықтың жері болған соң сізді апарамын. Жоқ, ол бастықтың жері екенін қалай білемін мен? Мен біреудің үйіне жеке үйге қалай барамын? Жүріңіз апарамын. Квитанция алу үшін біз ол кісінің үйіне баруымыз керек, иә? Жүрсеңші енді сіз. Мен неге барамын? Мен чек үшін біреудің үйіне барам ба? Сіз квитанция сұрап тұрған жоқсыз ба қазір? Квитанцияны сізде вообще ешкімге бермейсіздер, иә? Бізге берілген емес, не үшін беремін? Мен жоқ болса сізге қалай беремін? Бізге берілген емес мысалы. Адамдар сұраса не айтасыз? Жоқ деп айтам, берілмеген деп айтам. Берілмеген болған соң мен берілмеді деп айтам и все. Жоқ, міне квитанция жоқ менде. Не беремін сізге? Жоқ, сіз мен вообще хақыңыз. Сіңілім, қара, сен стоянчикпін осы жерде, мен машиналарды реттестіріп тұрам, ақшаны алып тұрам. Ақшаны алып тұрған екен, мен чекті беріп тұрам. Берілмеген болса, мен сізге сол қалай үшін беремін? мен сіздің жеке басыңызда жұмысым жоқ. Мен біреудің жеке басына өтпеймін. Мен мына стоянканың заңсыз жұмыс істеп жатқан сияқты да маған. Мен барлық чектерді зерделеп жатамын. Емес, бұл қанша жылдық стоянка, заңсыз емес. Заңсыз емес, бірақ чек бермейді бірақ, иә. Чек жоқ. В общем, маған бірдеңе болса, ана үйдің егесі кінәлі, мына қыздың айтуы бойынша. Жақсы, әзірге мына стоянканың жағдайын, жай-күйін көріп тұрсыздар. Мына жай-күйін көріп тұрсыздар стоянканың. Әзірге осы.